Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен бірге слайм жасап көретін боламыз. Және біз оны тетраборат натрийсіз және активаторларсыз үйдегі бар заттармен жасап көретін боламыз. Ол үшін бізге керегі желім. Және ол міндетті түрде осы слаймымызға істейтін желім болуы керек. Және ас содасы. Онымен қоса нафазолин немесе нафтизин керек болады. Ол мұрынға тамызатын тамшылар. Бар болғаны осы үш заттан бізде слайм шығады. Және мен орысша айтқанда фломастерлерді жай ғана түсу үшін қолданамын. Ал ендеше бастайық. Ең алдымен желімімізді құйып аламыз. Желімімізді құйып алдық. Ал енді кішкене ас содасын қосып араластырып аламыз. Ас содасы болу ол міндетті түрде, әйтпесе біздің осы слаймымыз шықпай қалады. Ал енді нафазолинімізден 2-3 тамшы қосамыз. Біз кішкентай жасаймыз, сол себептен де бізде 2-3 тамшы. Ал егер сіздер дәу жасасаңыздар, мөлшерін кішкене көбейтіңіздер. Міне, біздің слаймымыз шыға бастады. Тағы да кішкене қосайық. Міне, ал енді біз оны қолымызға алуымыз үшін әзірге бізде слаймымыз дайын болмады. Сол себептен де қолымызға кішкене нафазолиннен тамызып алайық. Бар болғанда 2-3 тамшы жетеді қолға. Күшті слайм бар болғаны 3 заттан шықты. Ал енді бұны бояйық. Әрі оңай боялады. Бізді де әдемі шықты. Біз тағы да боядық. Ал ендеше сау болыңыздар.